Сәлем достар, бүгін біздің қонағымызда Ақерке Қайырханова, ол менің досым. Біз бірге Назарбаев университетте оқыдық. Қазір Ақерке Нархос университетінің академиялық ұтқырлық бөлімінде жұмыс істейді. Бүгін ол бізге шетел бағдарламалар туралы айтып береді. Біріншіден, кішкене өзің туралы айтып бер. Сәлем, менің атым Ақерке. Мен Назарбаев университетінде магистрлық бағдарламада оқыдым. Одан кейін Нархоз университетіне академиялық ұтқырлық бөлімінің маманы болып кірдім. Қазіргі таңда академиялық ұтқырлық бойынша студенттерді шетелге жіберем және шетелден қабылдаймын. Сен өзің шетелге барып, университетте бір семестр оқыдың, дұрыс па? Иә, мен бакалавр мамандығында оқып жүрген кезде оңтүстік Кореяда жарты жылда оқып келдім. Gyeongsang National University. Лименходы көрдің бе? Көрген жоқпын. Бірақ бұл жарты жылдық уақытта мен өзіме көптеген жаңалықтар аштым. Өзімнің өмірлік тәжірибемді байыттым. Ең күштісі не болған Кореяда? Ең біріншіден мен өзіме көп достар таптым. Олар тек қазақстандық достар ғана емес, шетелдік достармен де достастым. Екіншіден мен ағылшын тілінде жақсырақ сөйлей бастадым. Және мен профессорларым тек қана кәріс болған жоқ, олар Англиядан да, басқа елдерден, Австралиядан да болды. Сондықтан да менің ағылшын тілім байды, иә. Қандай қиындықтар болды? Ең біріншіден тамағына үйрену қиынырақ болды. Өйткені оңтүстік Кореяда ащы тамақты көп жейді екен. Нан деген болмады. Нан ет деген ол қазақтар үшін ең басты басты мәселе болды. Бірақ сабаққа келген кезде ондай қатты қиындықтар болған жоқ. Өйткені ұстаздар да, сенің группаластарың да, сенімен бірге оқитын достарың да әрдайым көмектесіп отырады. Ешқандай стресстік ситуацияға да кірген жоқпын. Өйткені интернеттің бар болғаны мамаңа үйдегілеріне қашан звондаған келсең де звондай аласың. Скайп та бар, WhatsApp та бар, қазір әртүрлі бағдарламалар бойынша бір-бірімізбен сөйлесіп отыра бердік. Енді Нархоз университетінің студенттері шетелге барамын десе, басқа университеттің студенттері шетелге барсам десе, бір семестрге, бір жылға оларға не керек сол үшін? Шетелде оқу үшін ең алдымен әрине бірінші талап ол ағылшын тілін деңгейі дұрыс болу. Өйткені сен шетелде жүргенде ағылшын тілін ғана оқымайсың, сен өзіңнің мамандығың бойынша білім аласың. Мысалы, сен мұнда менеджментті оқып, ар жақта сен менеджментті оқисың, бірақ ағылшын тілінде. Сондықтан да ағылшын тілі деңгейі жеткілікті болу керек. Екіншіден ол талап, талпыныс болу керек. Студенттің өзінде, егер ол шетелге барам деп талпынбаса, оны ешкім артынан итермейді. Өзінде ізденісте болу керек. Білем, барам, қалай жұмыс істеу керек, өзім білем деген сияқты балалар әрине тезірек жолын тауып шетелге барып отырады. Ал жалқау, өзіне деген ой, маған ананы қарап беріңізші, маған ананы айтыңызшы деген студенттер негізі аяғында өздері шаршап қалады. Мен сондай жағдайлар болады. Бірақ не де болса біз өз тарапымыздан айтамыз, сен талпыну керексің, сен білу керексің, сен ертең шетелде жалғыз жүресің, мамаң болмайды, апайың болмайды, ешкім сен жаныңда, сені итеріп жүрмейді. Сен өзің үшін ізденіп, ортаға түскен кезде, шетелдік ортаға түскен кезде өз-өзіңді асырайтындай жағдайда болу керек. Сендер шетелге болғанда қай мемлекеттерге жібересіңдер студенттерді? Қазір көптеген елдер бір-бірімен ашық қарым-қатынаста жұмыс істейді. Сондықтан біздің студенттер Европа елдерінде де, Америкада да, Азия елдерінде де, Ресейде, барлық жерлерде оқи алады.
әрине сұраныс Европа елдеріне көбірек. Польшаға ма? Иә, Франция, Германия, Австрия, Польша. Одан кейін Азия елдеріне де қазір сұраныс өте көп. Оңтүстік Корея, Японияға, Малайзияға көп студенттер барғылары келеді. Және де Турция, Грузияда өздерінің қазір өте жақсы жағынан көрсетеді университеттер, өздері талпынып біздің студенттерді қабылдағысы келіп, өздерінің ниеттерін білдіруде. Бір тегін шетелге баратын жолдар бар ма? Иә, мемлекеттік грантпен баратын ол жалғыз ғана жол емес. Онымен қоса әртүрлі халықаралық бағдарламалар бар. Мысалы, Эрнст Мак бағдарламасы бұл Австрияға баруға өте керемет бағдарлама. Онда сенің жолақың және де күнделікті ай сайынғы стипендия беріледі. Және Erasmus программасы бар. Erasmus Қазақстанда өте жақсы дамыған. Көп студенттер Erasmus бойынша барады. Бірақ Erasmus бағдарламасы өте жоғары сұраныста студенттердің арасында. Сондықтан да онда әрине бәйге өте ауыр. Көп студенттер, мысалы бізде бір орынға 15 студентке дейін тапсырыс береді. Біздің қонақ университетте. Кейіннен бізде осы жылдан бастап Абай Верн бағдарламасы шықты. Ол 90 грант магистранттарға және 10 грант докторанттарға. Абай Верн бағдарламасында да ағылшын тілі деңгейі француз тілі деңгейі жоғары деңгейде болу керек. Ағылшын тілдері деңгейі қалай тексеріледі? Оған IELTS сертификат керек пе? Иә, көп бағдарламалар IELTS, TOEFL. IELTS қандай баға болу керек? Көбінесе бакалавриатта 5-5-тен бастап 6-ға дейін, ал магистранттарға 6-5-тен басталады. Сен өзің IELTS-ті тапсырдың ғой? Қандай кеңестер бересің, қалай дайындалдың? Иә, мен кезде IELTS-ті 6-5-ке тапсырамын. Ол кезде негізінеме өте қатты мотивация болды. Мен талпыныс болды. Және де ең бірінші кеңесім ол күнделікті дайындық. Ол бір жылдың ішінде сен дайындалатын барлық материалды негізінде сен 2 айда да бітіріп шығуға болады, егер сенде талпыныс және жүйелілік болса. Сен егер күнделікті бір жарым сағатта дайындалып отырсаң, сенің дайындығыңның жемісін тез көресің. Жарайды. Енді шетелден келген студенттер өз тәжірибе туралы не айтып береді саған? Не ұнайды оларға? Шетелге барып келген біздің студенттер туралы. Олардың ең бірінші айтып келетіні, олар айтады, сіздің осы ағылшын тілін дайындап, оқы деген дұрыс болыпты деп айтып келеді. Шынымен де мен бас кезде қиналдым, жол сұрауды да қорықтым деп. Өйткені шыны керек бізде ағылшын тілін ондай шынайы өмірге емес, ал жай грамматика мысалы дайындайды. Ал сен шынайы өмірде сұрау керексің, сөйлеу керексің, тыңдау керексің. Сол қабілеттерге көп дайындық керек. Бірақ та бәріне ұнайды, иә? Олар көрінеді, шетелге барған студенттерден көрінеді. Олар өте табысты. Шетелден оқып келген студенттердің көздері жайнап тұрады. Келген кезде апай, мен оқып келдім ғой. Күшті болды. Сабақ бас кезде қиын болды, бірақ мен үйреніп алдым. Сабағы да күшті, кісілер, адамдардың сыпайылығын айтады, ол жақтың өмір деңгейін айтады. Әрине оларға ұнайды. Көп студенттер бір жарты жылға барып келгеннен кейін қайтадан баруға талпынады. Немесе олар бакалавриаттан кейін шетелге магистратураға түседі. Көп студенттер солай. Мен студенттерге солай айтсам, сондай тегін жолдар бар, тегін гранттар бар, шетелге барып келіңдер деп. Көп студенттер маған сенбейді. Олар айтады,
тек қана бай адамдарға, байланыстар бар адамдарға. Сен қалай көресің, ол таза өтеді ма, интервью, басқа? Мен өз тәжірибемде ондай сыбайлас жемқорлықты көрген емеспін. Өйткені біздің комиссияның құрамында әрдайым студенттердің өкілі отырады. Студенттер советі соның өкілі келіп, комиссияның конкурстың таза өтуін бақылайды. Және де олар да өз үлесін қосады, олар айтады. Мына студент шынымен де лайықты, олардың да дауысы есептеледі. Өйткені олар студенттердің атынан келген соң, олардың да дауысы бізге маңызды болып келеді. Енді соңғы сұрақ, шетелге баратын студенттерге, барам деп студенттерге қандай үш кеңес бересің сен? Ең бірінші кеңесім, егер шетелге баруға келетін балалар, әсіресе Европа, Америка елдеріне барғылары келетін балалар үшін, ол ағылшын тілін не қатты дайындау. Ағылшын тілін жақсы деңгейде білу үшін дайындық керек. Сол дайындықта бірінші курстан немесе қазірде мектепте оқып жүргеннен бастап қатты дайындау керек. Сондықтан біздің онлайн курстарымызға жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Екіншіден, ол талпыныс болу. Әрдайым білуге, жаңа нәрселерді үйренуге, еш нәрседен қорықпауға, қиындықтарға мойымауға талпыныс. Және де үшінші беретін кеңесім, ол әрине сабақты ұмытпау. Шетелге шығу дегеніміз ол тек қана туристік мақсат емес, ол шетелді көріп, қарап, қаңғырып келу емес. Ол ең бірінші білім алып келу. Сондықтан осы жақта да жақсы оқып, өз білімін шетелде де байытуға талпыну. Өйткені олар жаман оқыса, олардың кредиттері саналмайды. Кредиттік бағдарлама бойынша, егер сіз F алып қалсаңыз, ол мына жаққа кредитқа кірмейді, ол 0 деген баға. Сондықтан да әрине жақсы оқуға тырысу, үйрену, әрдайым талпыныста болу. Жарайды, рахмет сізге, ақырге өте маңызды кеңестер бүгін біз естідік. Студенттерге тек қана алға, әр бағдарламада қатысып, жазылып, жүріп, биіктерде көрінесіздер. Бәріңізге сәттілік тілеймін.